Шымкент гарнизоны әскери қызметшілерінің балалары Түркістан облысы Төле би аудандағы Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығының филиалына келіп, демалыстарын көңілді әрі пайдалы өткізіп жатыр. Ағымдағы жылдың соңғы ауысымы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына арналды. Бұл жолғы демалысқа Шымкент қаласының әскери қызметшілерінің балалары ғана емес, сондай-ақ әскери патриоттық клубтардың белсенді тәрбиеленушілері, жас сарбаз қозғалысының мүшелері мен кадет сыныптарының оқушылары қатысуда. Балаларды лагерь аумағына келген сәттен бастап жылы қарсы алып, мерекелік бағдарламамен экскурсия ұйымдастырылды. Олар күн тәртібімен, тұрмыстық және қауіпсіздік ережелерімен танысып, тез арада лагерь өміріне бейімделіп кетті. Танысу ойындар мен шығармашылық шеберханалар жасөспірімдердің бір-бірімен достасуына, жаңа ортада еркін сезінуіне ықпал етуде. Орталықтағы демалыс мерзімі 20 күн. Бұл уақытта балалар тек көңіл көтеріп қана қоймай, мектеп бағдарламасы бойынша білімін де жалғастырады. Мәдени және сауықтыру шараларымен қатар патриоттық бағыттағы кездесулер мен спорттық жарыстар ұйымдастырылуда. Жалпы алғанда 2025 жылы Балдәурен орталығының филиалдарында еліміздің түкпір-түкпірінен 1000-нан астам бала демалатын болады. Мен Сапархан Үркен, мен әкемнің әскери жұмысының арқасында мен осындай мүмкіншілікке ие болып отырмын. Біз осы лагерде 20 күндей боламыз. Мен алдағы күндерге сәттілік тілеймін. Және осы қорғаныс министріне рахмет айтамын. Қорғаныс министрлігіне осы мүмкіндік беріп отқанына мен өз алғысымды білдіремін. Мен Қарабұтаев Сәкен Сапарханович осы қорғаныс министрлігінің 35-700 әскери бөлімінде қызмет атқарамын. Осы қорғаныс министрлігі біздің бала-шағаларымызды осы Балдәурен демалыс орталығына көмек көрсетіп жолдама алды, және балдарымыз осы 20 күннің ішінде осы балабақшада жақсы күймен қайтады деген ойдамыз. Қорғаныс министрлігіне көп алғысымыз шексіз.